Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен теңдеу тақырыбын қарастырамыз. Жалпы оны 2-ші сыныптан бастап сіздер өтіп жатсыздар және 11-ші сыныпқа дейін өте бересіздер әртүрлі тақырыптармен байланыстырылған түрін. Енді біз теңдеудің бүгін сондай қасиеттерін өтеміз сіздерге, әрі қарай басқа тақырыптарды өту барысында да оны көмектесетіндей. Сондықтан енді теңдеу дегеніміз не екенін анықтап алайық. Теңдеу деген құрамында сан бір әріппен алмастырылған теңдікті айтады. Яғни 5 қосу 3 тең 8 дейтін болсақ, осы жерде 3-тің орнына бір x, a, y деген сияқты белгісіз бір айнымалыны қояды. Яғни әріпті қояды. Сонда 5 қосу x тең 8 болатын болса, енді біз бұл теңдеуден білеміз, x-тің мәні немесе теңдеулерде оны түбірі деп айтады. Яғни теңдіктің шешімін түбір деп айтады. Сонда түбірін тап деген сөз, теңдеуді шеш деген сөз. Енді осы x-тің орнында біз, бұл өте қарапайым теңдеу ғой. Біз логикалық түрде ол жерде x-тің орнында 3 екенін біле аламыз. Енді бізде математикада 5-ші сыныпта, 6-ші сыныптың теңдеулерінде бұндай өте қарапайым теңдеулер бола бермейді. Сол теңдеулердің қасиеттерін бір күрделілеу мысалдарда қарастырайық. Сонда 3x қосу 5 тең 20 десек, осы жерде x-ті табу керек. Енді бұндай теңдеулерде біз x-ке ең алыс жатқан, мысалы, оның орнында 3x деген жерде біз алдыңғы сабақтан өткенімізде әріппен санның арасында көбейту амал жазылмайды дедік қой, бірақ ол жерде көбейту бар. Енді сонда 3 көбейту x қосу 5 тең 20 деген сөз ғой. Енді осы жерде x-ке ең алыс амалдан бастап оң жаққа ауыстырамыз. Яғни 3x қосу 5 деген теңдіктің сол жағы, ал 20 деген ол теңдіктің оң жағы. Енді осы сол жағына x-тен ең алыс тұрған амалдан бастап ауыстырамыз. Яғни қосу 5 деп тұрма, соны оң жаққа ауыстырамыз. Сонда 3x тең 20 азайтылған 5 болады. Және ол кері амалмен ауысып өтеді. Қосу 5 болып тұр еді, азайту 5 болып өтті. Яғни теңдеудегі теңдік белгісі, оны бір мост деп ойласаңыз, сол мосттан секірген сайын оның таңбасы не істейді? Ауысады. Енді 3x тең 20 азайту 5, ол 15 болады. 3x тең 15, енді 3 пен x-ның арасында көбейту бар дедік қой. Сол 3 деген сан оң жаққа кері амал қандай көбейтуге? Дұрыс айтасыз, ол бөлу. Сонда x тең 15 бөлу 3 болады да, x тең 5 болады. Мықты математик болып есептердің оңай шығару жолдарын үйренгің келсе, каналға жазылуды ұмытпа. Және бұл есепті достарыңа жібер, пікір жазсаң, вообще тигр боласың. Біз жақшаларда, өрнектерде біз ең алғаш рет жақшадан бастаймыз, сосын бөлу көбейту, сосын барып қосу алу амалдарын орындаймыз ғой. Теңдеуде оң жаққа соларды ауыстырамыз, бірақ керісінше ретпен. Яғни жақша тұрса, біз жақшаның ішіндегі санды ауыстырмаймыз. Жақшаның сыртындағы ең соңғы амал бар ғой, сол бірінші болып оң жаққа ауысады. Түсініктірек болу үшін мына бір мысалды қарастырайық. X азайту 3, көбейту жақшаның ішінде, көбейту 4 тең 28 болсын. Енді x-ке ең алыс жатқан сан қандай? Ол 4. Сол 4-ті оң жаққа бөлу қылып ауыстырамыз. Өйткені ол жақшаға көбейту болып тұр. X азайту 3 тең 28 бөлінген 4. Яғни x азайту 3 тең 7 болды. 28 4-ке бөлсек. Енді азайту 3 болып тұр ғой. Сол оң жаққа қосу 3 болып өтеді. Сонда x тең 7 қосу 3, x тең 10 болады. Ешқандай ерекшелігі бір қиын дүниесі жоқ. Енді мынандай бір ерекше жағдайлар бар. Егер x бізде азайтқыш, және x бізде бөлгіш болса, мынандай мысалдарды келтірсек, 15 азайтылған x тең 7 десек. Енді ол жерде біз 15-ті өткіземіз, бірақ кері амал дейтін болсақ, бұл жерде ол ережеге бағынбай қалады да. Сондықтан да бұл жерде былай жасайық. Ол негізі бағынады. Көкем тоқтап бір жерін айтсаңызшы, қанша жылғы бұл сонда? 15.366 жыл сөлді. Бірақ оны 6-шы класста сіздер түсінесіздер. Не үшін жаңаға қасиетті айтып жатқанымызше, бірақ әзірше сіздер үшін мынандай ереже. Ерекше жағдай деп аласыз, x азайтқыш болған кезде, яғни азайту кезінде екінші тұрған не бар ғой? X. Сол бізде азайтқыш болып саналады. Демек, бұл кезде қайтадан азайту болады. Өйткені 15-тен енді үлкен сан ғой 15. Енді x одан үлкен бола алмайды ғой. Сондықтан қайтадан азайту болады. X тең 15 азайту 7, x тең 15 азайту 7, 8 болады. Енді бөлгіште қалай? 21 бөлу x тең 3 десек. X бөлгіш болып тұр, сан бөлінгіш болып тұр. Яғни осы екі жағдайда ғана
бөлу азайту болады. Қалған жағдайдың барлығында ана мосттан өткен кезде таңбалар, амалдар ауысып кете береді. Қосу азайту қосуға. Енді осы тақырыпты жақсылап түсінген болсаңыз, әрі қарай мына бір есептерді шығарып көріңіз. Так, енді мына бір есепті шығарып көрейік. Осы ерекше жағдайына байланысты, 18 азайтылған 3x жақшаның ішінде көбейтілген 2 тең 12 болсын. Енді алғашқы ережесі бар ғой, бағана x-ке ең алысынан бастап оң жаққа ауыстырамыз. Яғни 18 азайту 3x ол қалады, тең 12 бөлу 2 болады. Өйткені көбейту 2 болып тұрады, ол бөлу өтті. Ол жаңа ерекше жағдай, ол бөлгішпен азайтқышта ғана болды. Басқа жағдайдың барлығында бағанағы ауысқан кезде таңбасы амалы ауысады деген ережемен жұмыс жасай береміз. Сонда 18 азайту 3x тең 12 бөлу 2, 18 азайту 3x тең 6 болды. Енді осы жерде 3x бізде, енді қайсысы өту керек оң жаққа? 18 бе әлде 3 пе? 18-е, өйткені ол x-ке алысырақ тұр. Енді 18-ді өткіздік, бірақ ол 18 азайтылған 6 болып өтеді. Өйткені 3x-іміз бізде азайтқыш болып тұр, яғни азайту кезінде екінші тұр. Сондықтан 3x тең 18 азайту 12, 3x тең 6, енді арада 3 x арасында көбейту бар, x тең 6 бөлу 5, x тең 2. Түсінікті болды деп ойлаймын. С тобында мынадай бір күрделі есептер беріліпті. Бұл есептерді қалай шығарамыз? Мұнда таңдау тәсілі деген әдісті қолданамыз. Яғни x көбейтілген x қосылған 7 тең 16 дейді, мысалы. Енді осы жерде x көбейтілген x-тің мәнін біз анықтап болуымыз керек. Ол үшін сандарды оң жаққа ауыстыра береміз. Яғни x көбейтілген x тең 16 азайтылған 7, x көбейтілген x тең 9. Енді қандай санды өз-өзіне көбейткен кезде 9 шығады. Осы жерде уже таңдаймыз біз. X-тің орнына 4-ті қойсам, 4-ке 4 9 болмайды. 2-2 4 болады, 9 болмайды. 3-ке 3-ті көбейтсем 9 болады екен. Сонда x тең 3 болады.